Егіз ұғым. Жәбірейіл алейхиссалам ақыл, ұят және иманды адам алейхиссаламға әкеліп былай деді: «Ей адам, Алла тағала саған сәлемін айтты. Алып келген мына үш сыйлықтың біреуін қабыл алуыңды бұйырды». Адам алейхиссалам: «Әкелген бұл үш сыйлықтың ішінен ақылды қабыл алдым». Жәбірейіл алейхиссалам иман мен ұятқа қарап: «Сендер бара берсеңдер болады» дейді. Сонда иман оған: «Алла тағала маған ақыл қайда қалса, сен де сонда қал» деп бұйырған. Сондықтан мен ақылдан айырылып кете алмаймын. Ұятта: «Алла тағала маған да дәл осылай бұйырған. Мен де ақылдан айырылып кете алмаймын». Аллаху тағала кімге ақыл берсе, ұят пенен иман онымен бірге болады. Ақылы болмаған адамның ұяты да, иманы да болмайды. Жазба Facebook парақшасынан алынған. Оқыған Қуаныш Толыбекұлы.